Армысыздар, құрметті біздің көрермендер, қадірлі достар. Біз кезекті подкастымызды бүгін жалғастырамыз. Біздің енді арнайы бүгін кезекті подкастымызға мамандарды тиісті шақырып отырмыз. Алдымен подкастқа келген қонақтарымызды таныстырып өтейік. Бірінші менің оң жағымда отырған қонағымыз Қазақстан мұсылмандары діни басқармасының маманы Маратұлы Жаңабай мырза келіп отыр. Қош келдіңіз. Одан кейін Астана қаласы дін істері жөніндегі басқармасының бас маманы Адия Романова ханым келіп отыр. Қош келдіңіз. Одан кейін исламтанушы, теолог маман Қыстаубаев Мұратбек келіп отыр. Барлықтарыңыз қош келіпсіздер. Біздің осындай шақыртуымызды қабыл алып, жерге тастамастан келіп отырған барлықтарыңызға алғыс болсын. Не талқылаймыз? Бүгінгі тақырып әрине мынау теологиялық оқу. Оның ішінде шетелдегі теологиялық оқулар, жалпы Қазақстандағы қазір теология саласы жаңада дамып келе жатқан сала ғой бізде қазір. Жаңабай мырза мысалы қарайтын болсақ, бұрын дін маманы тек қана жаңағы мешіттерде, көбіне медреселерде сұраныс болатын болса, қазір енді мемлекеттік деңгейде үлкен бұл сұранысқа ие мамандықтың қатарында қосылып келе жатыр. Өйткені ахуалдың, жағдайдың, кейбір мәселелердің ортаға шығуымен бұл мамандыққа деген сұраныс та артып келе жатыр. Бірақ мына көрермендерге де айтып өтетініміз, неге бұл тақырыпқа таңдап отырмыз? Өйткені қазір көптеген жастарымыз осы дін саласында қызығушылығы артып жатады, махаббат артып жатады, сосын білім алғысы келеді. Сосын кей кезде осы мына діни радикализм деп жатамыз ғой, сол бағыттағы құрыққа түсіруші арбаушыларда не істейді? Сол жастарымыздың санасын жаңағыдай аулап, өздеріне дұрыс емес бағытқа, соның ішінде мына шетелдік ақпараттарға бейімдендіріп, нәтижесінде шетелге сол дұрыс емес бағыттағы діни оқуға бағыттап жататын жағдайлар көп орын алып, біз енді мынау жұмыс барысында көптеп кездестік. Сондықтан да бүгінгі мына тақырыпты да осы дін саласына қызығушылығы болған әсіресе жастарға бір бағыт бағдар берейік. Теологиялық жаңағы бізде тек шетелде білім алса бір керемет маман деген секілді бір кейде стереотип қалыптасып қалуы мүмкін. Сондықтан да сол стереотипті де бір басқа жағынан, басқа ракурстан талдап көрейік деген мақсатта сіздерді шақырып отырмыз. Мархабан, қош келіпсіздер. Ең бірінші сұрақ Адия ханым сізге. Өйткені сіз енді мемлекеттік қызметте жүрген мамансыз, дін саласында 10 жылға жуық дін мен мемлекеттің арақатынасындағы маман ретінде көптеген жұмыс жасап келе жатқаныңызды біз білеміз. Сондықтан да сөзді сізге берейік. Алдымен айтыңызшы, жалпы теология мамандығы, теолог дейміз ғой енді, бұл бұрын 10 шақты жыл бұрын, 15 шақты жыл бұрын мемлекеттік мекемелердің бұл мамандықтарға сұранысы қандай еді және қазір қаншалықты деңгейде ол өзгерді? Алдымен сол туралы айтсаңыз. Рахмет үлкен. Сұрағыңыз шынымен өте қызықты. Өзімнің практикамнан, өзімнің тәжірибемнен айтайын. Мен осыдан 10 жыл бұрын 2012 жылы Еуразия ұлттық университетінің дінтану мамандығы бойынша бакалаврымды тамамдаған болатынмын. 2008 жылы мен осы мамандық бойынша грантты ұтқан кезде ата-анам шошыды. Енді оны жасырмаймын. Ата-анам шошыды. Ойбай, кім боласың? 2008 жылы. Кім боласың, имам боласың ба, басыңа орамал тағасың ба, сен ондайды білмейсің ғой деп шошқан болатын. Ол кезде Еуразия ұлттық университетінде қазақ тобында 13 бала оқыдық, оқуға түстік. Сонда біз дінтану мамандығына түскен ең үлкен топтың бірінші тобы болдық. Ең көп бала түскен. Сол уақытта да ол кезде әлі мұндай дінтанушы дегенді біле қоймайтын, барлығының түсінігі бойынша дінтанушы дегеніміз ол сол мешітте істейтін имам, медреседе беретін мұғалім деп таныдық. Бірақ 2011 жылы енді жасырмайтын бар, бірінші Ақтөбедегі теракттардан кейін дін істері агенттігі құрылды. Дін істері агенттігімен жеке кездесуде болдық. Сонда бізге нақты дінтанушы, теология, исламтанушы деген мамандықтардың айырмашылығын түсіндіріп, бізге қандай мемлекеттің саясаты болады деп түсіндірді.
ол уақытта шыныменен былай дінтануға деген, теологияға деген қызығушылық болған емес. Барлығымыз сол кезде енді ғана келе бастады ғой хиджаб деген, сол хиджаб кигендерге шошып қарайтынбыз. Қайдан келген бұл, кім бұл деп. Ол сұраныстың барлығы қазір көбінесе қазір осы мемлекет тарапынан да жағдайлар жасалады, студенттер тарапынан да, азаматтар тарапынан да дінге деген қызығушылықтары, діни саладағы мамандыққа деген қызығушылығы арта бастады, түсінік пайда болды. Енді 10 жыл бұрын ондай түсінік болмады. Дұрыс айтасыз. Енді бір жағынан алып қарайтын болсақ та 15 жыл бұрын, мәселен 20 жыл алдын шындығында тек осы мешіттің жаңа айтқандай төңірегінде ғана мамандықтар болатын болса, одан кейін Ақтөбеде болды, Атырауда, Алматы қаласында, Қарағандыда болған әртүрлі оқиғалар, одан кейін Сирия қақтығысы кезіндегі көптеген біздің отандастарымыздың шетел асып кетуінің салдарынан осы мәселені мемлекет басқаша қарап зерттей бастады. Ортаға шыққан проблема, оны зерттеу керек болды. Нәтижесінде 2013-17 жылдарға арналған діни экстремизмге қарсы бағдарлама мемлекеттік деңгейде президенттің қол қоюымен қабылданды. Одан кейін екінші бағдарламаны қазір біз аяқтап жатырмыз ғой. Қазір екіншісі жалғасын тапты, себебі бірінші бағдарламаның қорытындысы бойынша көрсеткіштер жақсы болды деп, ол бағдарламаны жалғастырып, қазір біз 2018-2022 жылдарға арналған діни экстремизм мен терроризмді алдын алу бойынша мемлекеттік бағдарламаны аяқтаудамыз. Ол да аяқталып жатыр, енді тағы да жалғасады ол, демек. Әрине жалғасады, себебі проблема әлі бар. Осы радикалды деструктивті жамағаттардың көпшілігі шетелден жаңағы идеологтар тыңдауға бейім. Оның ішінде араб мемлекеттеріндегі ұстаздар. Және мүмкіндігі болса, ол адамның менің практикалық тұрғыда, ол мен маман ретінде, талдаушы ретінде айта аламын, Мәдия ханым. Сол деструктивті бағытқа түскен азаматтардың 10-ына талдау жасасақ, не нәрсеге арманың не, мақсатың не десек, соның 50%-дан көбі, 60%-ы даже шетелге діни білім алуға шықсам екен дейді. Мақсат сондай. Үйлену керек мақсат болады, кәсіп тауып керек мақсат болады, қажылыққа бару мақсат қой, адал еңбек, кәсіп басқа атанаң. Бірақ анау бірінші алдың қатар тұрады. Мен шетелге шығып, бәленше түгенше деген шейхтің алдарынан сабақ алып, арабша еркін сөйлеп, ақиқатқа қолым одан сайын жетсе деген, міне 50-60% минимум бұл. Сол бар. Практикалық тұрғыдан мен жұмыс жасағаныз. Мұратбек мырза, сіз енді атақты Әл-Асқар шейхі, ғасырлық тарихы бар Әл-Асқар Египет, Мысыр жеріндегі үлкен оқу орнында оқыдыңыз бірнеше жыл. Жалпы шетелден теологиялық білім алу қаншалықты біздің қоғамға қажет? Сіздің маман ретінде не айта аласыз? Енді әрине мынау жалпы адам өзі табиғатында не нәрсені алса да жақсысынан, дұрысынан алғысы келеді ғой. Тіпті мынау бұлақтан көзінен ішкенге не жетсін деп айтады да, қандай да тіпті судың өзін бұлақтан көзінен ішкен. Сондықтан енді ол адамдарға әрине сол жақтағы білімге жетер білім жоқ. Шіркін сол бұлақтың басынан барып ішсе ғой, сол ілімнің жаңағындай суын сол жерден алса ғой деген ой. Енді ол негізі ой дұрыс, жаман ой емес, дұрыс. Бірақ оның ол ойды іске асырудың көптеген айтып кетер, асын сызып кететін тұстары бар. Ол сол нәрселерге мән бермегендіктен. Әйтпесе әрине оны барып үйренген жақсақ болар еді. Әсіресе міне осы жаңа айтып отырген 2008 деп айтып жатыр, сол енді алдыңғы осыдан 10 жыл алдыңғы мәселе деп қозғадыңыз сөзіңіздің басыңызда. Сол кезбен салыстырып қарайтын болсақ, әрине ол кезде ол мәселе тіптен жаңағындай шетелден барып білім алып келу деген нәрсе ол маңызды болып есептелді. Себебі біздің еліміздің енді мынау 70 жыл бойы жаңа құдайсыз, құдай жоқ деген неден шыққан біздің елде сондай бір әлі балалардай біреу барау деген, енді әрине мынау білім жолында жүрген, медресе көрген адамдар оны біледі бар екенін, бірақ қарапайым халық оны біле бермеген еді. Білмегендіктен олардың ойы тек қана сол жаңағы енді дінді жақсылайтын қай жақ, араб елі дінді жақсылайтын қай жер, Түркия деген сияқты ой болды. Демек сол жақтан ғана барып алу керек деген. Себебі біздің елімізде әлі ондай бір көзге түсетіндей дәрежеде ол адамдар болса да олар оны көрмеген еді. Сондықтан ол кездері ол мәселе өте
маңызды болды. Қалай болғанда да мен сол жақтан үйренуім керек, сол жақтан білуім керек. Бұл жақтағылар оны білетіндей, маған түсіндіретіндей дәрежеде адам жоқ ау дегендей. Міне соның кесірінен кейінгі жылдары мысалы жаңағында елімізде тіпті әлі күнге дейін оның әсері бар. Мына елімізде әлі күнге дейін мысалы шет жақтың фәтуасына жалтақтау, аналар не дейді, мыналар не дейді. Бізге мысалы біз айтатын болсақ, муфтиятымызда қаншама ғұламаларымыздың кеңесімен құралған керемет фатуа бөлімі бар. Жарайды, ондай фәтуа шығаратын ғалым деп ешкім оны мойындамаса да, бірақ олардың жасап жатқан еңбектері бүкіл әлемнің фәтуасын әкеліп біздің өзіміз қазақтығымыздың қоғамымызға бейімдеп болатын тұсын ойдан шығарып емес, бар нәрсені настан әкеліп, тереңнен кітаптан әкеліп фәтуасын шығарып жатқанын өзі мойындамай, анау ғалым не дейді, мына шейх не дейді деп шет жаққа жалтақтап жатқанын ақ білеміз. Әлі күннің өзінде сондай нәрселер бар да. Ал енді ол кезде ол фатуа территория бойынша осы Қазақстанға оның итағат ету уәжіп қой, негізі шариғат бойынша. Басқа елдің фатуасы емес, өйткені ол ғалымдар да қайтарады ғой кейбір жаңағы әлеуметтік мәселелерді, әсіресе мынау жергілікті жердегі уәкілетті осы шариғат бойынша жауап беретін уполномоченный орган дейміз ғой, жауапты мекеменің фатуа жаңағыдай бөлімі болсын, институт болуы мүмкін, әртүрлі ғой енді. Фатуаға жауап беретін сол мекемеге, алқаға сол жергілікті жамағаттың итағат етуі міндетті ғой. Енді әрине шариғатымызда белгіленген қағида бойынша дін ол ешқашан өзгермейді. Ал фәтуа деген нәрсе уақытына, заманына, жағдайына қарап өзгеріп тұратын дүние. Бұл шариғатымызда жазылған. Ал енді сондықтан осы еліміздегі осы әр заманға, әр уақытқа, әр жағдайға сай беріліп жатқан фәтуаларға сол елдің ондай фәтуа алатындай шығаратындай дәрежесі жоқ адамдардың сол шығарған фәтуаға бас июі, соны қабылдау, соған амал ету ол міндетті болып есептеледі негізінде. Рахмет. Енді осы орайда Жаңабай мырза, сіз мысалы муфтият деп айтамыз ғой, Қазақстан мұсылмандар діни басқармасында қызметте келіп жатырсыз. Сіздің қызмет бағытыңыз жаңағы осы білім беру бағыты бойынша, кадр дайындау істері бойынша бөлімде қызмет жасап жатырсыз бірнеше уақыттан бері. Жалпы осы тақырыпты айтып отырмыз ғой, теологиялық білім алу біздің елімізде мүмкіндік қаншалықты бар? Шетелге бірден шыға салу діни ақыретпен бұл дүниеге жауап беретін, адамның тағдырына жауап беретін сала ғой. Енді бұл бір химияны, бір жаңағыдай немесе математиканы меңгеретіндей емес, бұл адамның болмысымен, ішкі дүниесімен байланысқан таңдауымен келетін дүние болғаннан кейін иман дегенді айтқым келіп тұр. Сондықтан бұл жерде жалпы қалай муфтият осы мұқтаждықты біздің отандастарымызды осы жерде бере алып отыр ма, бере ала ма? Орынды сұрақ. Мынау Қазақстан мұсылмандар діни басқармасы мысалы 90 жыл тәуелсіздік алғаннан кейін, 91-ден кейін енді барлық нәрсе енді аяқтан тұрып келе жатқан кезде Қазақстан мұсылмандар діни басқармасы да өзі құрылып, сол замандарда мысалға жаңа Әл-Асқар болсын, Түркия болсын, мысалы Мұратбек ұстаз сияқты белгілі бір беделді қазіргі кезде уағыз айтып жүрген ислам танушылар, уағызшылар барып білім алды. Енді бұл жерде әр орта әртүрлі болады. Мен шетелдің несінен оралғым келіп отыр бұл жерде. Себебі шетелге барған кезде хужра дейді, марказ дейді, әртүрлі орта пайда болады. Бізден барғандар ол ортаның жақсы, жаман фильтрін өткізетін ешқандай бір сүзекі өздерінің несінде болмады. Енді қазіргі кезде бізде 2007 жылдан бастап міне қазір осы уақытқа дейін 9 медресе істеп тұр қазір. 9 медресе, бір университет, ислам тану мамандығы, дін тану мамандығы ішінде әртүрлі нелер. Бұл муфтияттың қарамағында. Муфтияттың, Қазақстан мұсылмандар діни басқармасына қарасты. Осы уақытқа дейін мінекей енді 12 жыл дейік, 13 жылдан бастап алғашқы түлектер шығатын болса, 12 жылдың ішінде 3000-нан астам тек қана медреседен түлектер шықты. Нұр-Мүбарак университетінен де 1700-ден астам түлектер шықты. Жаңа медреседе қанша? Медреседе 1300-ден астам. 1300 медреседе 3100, ал неде университетте 1760. Нұр-Мүбарак университетінен қосқанда примерно қанша? 4,5 мың, 5 мыңдай болады. Енді осы не дамыған сайын, білім дамыған сайын, ол талап етуде. Сапа көтерілген сайын, орта тағы да, мысалы медресе бітірген бала арғай оқысы келеді. Арғай терең оқысы келеді. Жаңа шейхтардан оқимыз дейді. Енді жарайды, олар
ондай жағдайды бізде де жасау керек. Сол үшін мінекей өзіміздің мына Астана қаласынан Сығанақи көшесінен Хусамеддин ас-Сығанақи деген институт ашылды. Биылғы жылы жаңа оқу жылы 22-23 оқу жылында 43 бала қабылданып оқуды бастады. Енді бұл жерде де тереңдетіп шетелге кетпес үшін солар осы жерде оқысын деп. Өйткені кейбір медресе бітіргендердің өзі барып шетелде жаңағыдай арнайы университет, колледж деген статус жоқ, хужраларда, марказдарда оқып жатыр. Түркия болсын, Мысыр болсын. Ал мынау Хусамеддин ас-Сығанақи сол жақтағы оқылатын кітаптарды мына жақта да терең оқытып, сол жақтағы мықты мамандарды осы жерге алып келіп оқыту үшін осы Қазақстан мұсылмандар діни басқармасының бірден бір ғылыми орталықты, яғни алдағы мақсаты ғылыми орталық ретінде дамыту үшін осы орталықты ашқан. Бұл жерде екі нәрсе, шетелдік шетелге кетудің алдын алу деп отырмын ғой. Соған байланысты тоқталатын болсам, біріншіден терең оқысы келетіндерді осы Қазақстанда алып қалу, және де қари атанып осы кезге дейін бізде ижаза деген болған жоқ. Мысалға толық Құран жаттап алады, бірақ жаңағы ижаза беретін орталықтар Қазақстанда жоқ, Түркияға, Қырғызстанға, Мысырға тағы да кетеді. Тіптен қарилардың өзінде діни білім болмайды. Құран жаттап алады, бірақ ислами терең білім, теологиялық білім болмайды. Сол үшін сол нәрсенің де алдын алу үшін сол Хусамеддин ас-Сығанақидің қасынан жаңағы хафиздік бөлім ашылды, яғни ижаза беретін бөлім ашылды. Ол жақында міне Алматыдан да ашылды. Бұлардың барлығы жасалып жатқан Қазақстан мұсылмандар діни басқармасының жасап жатқан жұмысы бір бағыты осы жаңа бүгінгі қозғап отырған тақырыбымыз шетелге кетпес үшін өзіміздің мамандарымызға жаңағы яғни білім алам дейтін сөзіңізді бөлейін, сөзіңіз аузыңызда шетелге кетпес үшін дегенді қалай түсінуге болады? Сонда шетелге кету дұрыс емес па? Шетелге мына кісі Алиасқар бітіріп кетті. шетелге қазір қандай жағдайда? Біз шетелге кетудің зиянын да пайдасын да көрдік. Пайдасы әрине оқып келді, мысалға Мұратбек ұстаз болсын, беделді ұстаздар, уақытшылар оқып келді. Бірақ мына екінші жағын қарасақ, бейресми жақтан бізге зиян болатын жағы да келді. Яғни екі топ кетті бұл жерде. Ал бізде қай кезде баруға болады? Біз шетелдің тәжірибесі бар, Алиасқар болсын, Түркия болсын, ол жерден барып магистратура, докторантураны білімін жетілдіріп, арғай дамытып, кейін Қазақстанға келеміз десе ешқандай қарсылық жоқ. Бірақ мүлде діни білімсіз, мысалға беделді діни білімнің ішінде біз отырып қой діни басқармада, көбіне бізге жібереді. Себебі мынау беделді университеттердің шәкірттерінің өзі бізге келеді да, сондағы айтатыны мен Саудияға не болса шетелге барғым келеді. Енді сен діни білімің бар ма десе, жоқ дейді діни білім. Ал олардың артында кімдер тұр? Олардың артында жаңағы студенттер неге қысылады? Бірінші қаражат жоқ оларда. Мынау барып тұратын жер жоқ. Осылардың барлығын олар белгілі бір топтар барлығын қамтамасыз етеді. Одан кейін олар барамыз деп, оқимыз деп қызығады. Ал енді осы нәрсе діни білімсіз кететін болса, мынау қазір 3000 қаншама адам медресені бітірді. Бұлар егер барса ол жаққа, бізге қайтып келгенге ешқандай емес, зиян емес. Ал мүлде білмей ол жаққа бару деген, ол екі жолдың, яғни не оң, не сол жаққа кетіп қалу қаупі бар. Сондықтан біз жіберген кезде міндетті түрде белгілі бір біздің өзіміздің Алиасқар университеті бар, Түркияда Хасики институты бар. Сол мүфтияттың сыртқы оқу орындарымен байланысты айтыңызшы. Меморандум бар, келісім шарт бар. Қандай мемлекеттерде мысалы? Мынау Мысыр Араб Республикасында Алиасқар университеті бар, және де Түркия елінде Хасики институты бар. Бұл екі жақты келісім негізінде жасалған. Бізге мысалы Хасики институтына 2013-тен бері, 2013 жылдан бері 180 түлек өзіміздің медресені Нұрмаракты бітірген түлектерді жібереміз. Олар оқып келіп, қазір 102-ден астам осы мемлекетте әртүрлі салада қызмет етіп жатыр. Алиасқар университетімен келісім негізінде де жылына 25 грант бөлінеді бізде. Қазақтарға. Осы келісім негізінде қазақстандық, оның ішінде бізде міндетті түрде шарт бар. Не медресені бітіресіз, Қазақстан мұсылмандар діни басқармасына қарасты диплом алып медресені бітіресіз, не университетті бітіресіз. Сосын барып біз жолдама жасап жібереміз. Діни білімін ары қарай жетілдіру мақсатында. Ары қарай жетілдіру мақсатында. Керемет. Одан кейін имамдарды да, мынау экстремизм мен терроризмге қарсы осы бағытты дамыту үшін, тәжірибе алмасу үшін имамдарды жылына 50 грант бөледі.
Әлиасқар университетінің ішінде академиясы жылына енді мына карантинге байланысты қазіргі кезде 2 жыл онлайн болды. Одан алдын кәдімгідей барып 2 ай бойы жатып сол жерде тәжірибе алмасып оқытатын білімдерін жетілдіріп. Енді бұл жаңағы шетелдік барып оқитын нелерді нұсқауларды береді. Тағы бір айта кететін нем, осы жерде 2019 жылдан бері мына шетелдегі жат ағымға еріп кету, түрлі саяси топтарға ермеш үшін Қазақстан мұсылмандар діни басқармасы талаба қауымдастығын ашқан. Талаба қауымдастығының міндеті, мақсаты бұл қазіргі кезде Мысыр елінде және Түркия елінде, Сауд Араб мемлекетінде ашылды, корольдігінде. Бұның негізгі мақсаты қандай? Қазақстанда діни білімді іздеп барған студенттердің енді ол жақ кетті енді. Біз оны тоқтата алмаймыз. Біздің ондай полномочиямыз да жоқ, неміз де ол барғысы келетіндер барады. Бірақ енді барғаннан кейін ол жақта басқа топтарға еріп кетпес үшін, басқа ағымдарға кетіп қалмас үшін біздің талаба қауымдастығына арнайы жетекшілер бекітілген. Ол жерде мысалға Қазақстан мұсылмандар діни басқармасының ұйымдастыруымен мысалға айтулы мереке, тәуелсіздік мерекесі болсын, Қазақстанның не болса діни мерекелер болсын, барлығы, Мәуліт болсын, Құрбан айт, ораза айт болсын, тәуелсіздігіміз, республика күні болсын, барлығы сол күндері жиналып, жаңа қауымдастықта спорттық шаралар болсын, рухани шаралар болсын. Мысалға былтырғы жылғы тәуелсіздіктің 30 жылдығына қаншама шаралар ұйымдастырылды. Және де мынау Абай атамыздың 175 жылдығына арналған шаралар барлығы ұйымдастырылды. Сол жерде шетелдік діни оқып жатқан студенттерді жинап, теологиялық білім. Ол талаба қауымдастығы сонда тек қана муфтияттың діни басқарманың жолдамасымен кеткен студенттермен ғана жұмыс жасай ма? Жаңғыз ол емес. Жалпы білім алып жатқан сол жақтағы қазақстандық діни теологиялық білім алып жатқандарды әр университетте шоғырландырады. Және де бұл бірінші рет бара жатқан адамдар. Қазір енді біз медресе оқып қана бар десек, ол біздің айтқанымызды тыңдамауы мүмкін, кетіп қалуы мүмкін. Кеткен жағдайда да ан жаққа барған кезде талаба қауымдастығының жетекшісіне барса, жаңа сол жерде сол студенттерге барса, олар қандай топқа бару керек, не істеу керек, қайда тапсыру керек, қай жерде оқу керек, яғни белгілі бір ағымдарға, саяси топтарға еріп кетпес үшін сол осы бірден бір жасалған бір жолы сол үшін да. Демек біз мына көрермендерге айта аламыз ғой, мысалға теологиялық білім оқуға кетпекші болған немесе кетіп сол жақта жүрген де отандастарымыз бар ғой. Әртүрлі мәселе болуы мүмкін, жаңағыдай талқылап көпшілік қауымға арналған мәселелер болса, сол кезде осы талаба яғни муфтиятқа байланысу арқылы талабаға шығамыз басында. Қазақстан мұсылмандар діни басқармасына келіп және де біз жауапты мамандардың нелер бар. Егер сол жақта оқып жатқанның күннің өзінде қандай да бір нелер керек болатын болса, мәліметтер немесе көмектер керек болса, ол талаба сонда Мысыр мемлекеті мен Түркияда әзірше. Мысырда, Түркияда, Саудияда да бар. Енді мынау оқып жатқаннан кейін әртүрлі жағдай болады, ауру болады, апат болады деген сияқты жол апаттары да болып жатыр, аварияға да түсіп жатыр. Мінекей сондай жағдайда біздің ол жақтағы студенттерімізден хабар алу үшін де сол орталықтың жаңа қауымдастығы ашылған да. Енді тақырыпқа сәл оралайық. Тағы да біздің теологиялық білім алудағы отандық былай айтқанда әлеуетіміз қаншалықты және шетелге қандай жағдайда жібере аламыз деген бағытта әңгіме өрбітіп отырмыз ғой. Мысалға практикалық жұмыс жасау барысында менде мұнда бір оқиғалар, бірнеше фактілер кездесті. Қайталанған жаңағы неде түрде ата-анасынан жаңағыдай не істейді, мен діни білім аламын, мен Мысырға кетем деген секілді. Ата-анасы енді көп діннен хабар жоқ, о балам осында жолға түскісі келген екен, енді жақсы жолым болсын деп жаңа 1-2 малын сатып сөйтіп жібереді, кетеді. Сөйтіп ол менде бірнеше семья болды осындай жұмыс барысында сол кезде кездескенбіз. Қалай Мысырда бір марказы ресми болмаған жаңағы мың жердегі браттардың дейді ғой, енді тырнақшаның ішінде жолдамасымен сол жаққа барып, сол жерде әлиф бә тәсін жаттап дегендей, сосын әрі қарай грамматикалық немесе классик кітаптар оқу емес, деструктивті бағытта, яғни санасын радикаландырып, әлем тұнып тұрған кәпірлердің қоғамы және құтқарушы топ жалғыз біз пайғамбардың жаңағы үміт еткен үмметінің жаңа ізбасарлары нағыз біз деген секілді, соның салдарынан шетелге кеткеннен кейін 4-5 айдан кейін осы сценарий бірнеше рет қайталанды. Сол уақытта Сирия мемлекетінен шыққан
оқиғалар көп болды. Сол Мысыр арқылы сол жерде 4-5 ай оказывается дайындап таяу шығысқа соғысқа жіберіп, сен Алланың жаңағы жауынгерісің деген секілді. Сондықтан бұл жерде бізде қарауымыз керек. Мына ата-аналарға да құлақ қағыс ретінде айтатынымыз, діни таңдау әсіресе ол шетелге шығар кезде кіммен қашан, меніңше сол өңірдегі тұрғын сол дін істері басқармасына жолығу керек секілді, ата-аналардың жауапкершілігінде. Дұрыс айтасыз. Шынымен менің балам шыққалы жатыр, жалпы қалай, мемлекеттің саясаты қалай, ол жерде договоренность, келісім қалай деген секілді. Сіз қалай ойлайсыз? Мен сізбен толықтай келісемін, себебі бұл мәселе бойынша қазір мемлекетте өзінің саясатында бұл қарастырылған. Мысалға айтатын кете болсақ, біздің діни қызмет және діни бірлестіктер туралы заңның 3-ші бабына сәйкес діни білім беру ұйымдарын санамағанда білім беру жүйесі, тәрбие беру жүйесі мемлекеттің зайырлы деп. Біздің барлығымыздың түсінігіміз бойынша, енді халқымыз көбінесе түсінеді, зайырлы десе ол мемлекет дінге қарсы, діни білім бермейді деген олай емес. Біз мемлекет осы сұранысты көріп, халықтың тарапынан діни қызмет саласындағы мамандыққа сұранысты көріп, қазіргі уақытта бізде мемлекетте 4 жоғарғы оқу орындарында исламтану, теология және дінтану мамандықтары бойынша мемлекеттік грант бөлініп отырады. Одан қала бере грант кім бөледі, қай жерде? Мемлекет тарапынан бөлінеді. Мемлекеттік грант. Одан қала бере біздің Астана қаласы әкімінің гранты жылда тағайындалады. Осы діни салада маман дайындау бойынша әкімдік өзі қаржы бөледі, гранттар бөледі. Мысалы, жылда ол гранттар саны жоғарылап отырады. Мысалы, 2021 жылы 15 грант бөлінсе, 2022 жылы 28 грант бөлінді. Оның 28-і 3 университет, Яссауи атындағы, Нұр-Мүбарак және Евразия ұлттық университеті арасында студенттерге тағайындалды. Оған қоя бере бізде Астана қаласында білім беру мекемесі бар, медресе деген. Бұдан бұрын мекемен, енді медресе біз зайырлы мемлекет болғаннан кейін медресенің беретін сертификаты ол мемлекеттік жоғарғы оқу орындарына саналмайтын. Сондықтан ол мәселені шешу үшін 2021 жылы медресе колледж деп біз мемлекет тарапынан осы діни басқарманың медресесіне колледж деген статус беріліп, кәдімгідей студенттер шыққаннан кейін қолдарына дипломдарын алып шығады. Оларға грант бөледі мемлекет, сонда әкімдік бөліп отыр, дін саласында маман болам деген мамандарға стипендиясын береді. Стипендиясын береді, грант секілді мемлекеттік гранттар тағайындалғаннан кейін осы әкім атынан, әкімдіктің атынан гранттар арнайы құрылады. Білім басқармасы бар, Астана қаласы әкімдігі бар, біздің істер басқармасы бар. Құжаттарды қабылдаймыз. Сол құжаттар негізінде комиссия отырып өздері тағайындайды. Нұр-Мүбарак университеті, Яссауи университеті, Евразия ұлттық университеті. Бұйырса келесі жылы енді 4-ші университетіміз Казгуды қосамыз деп отырмыз. Алла жазса, енді сөйтіп сәттілік. Бұл да бір енді тың жаңалық екен біздің көрермендерге, мамандарға. Өйткені қаржы тапшылығы, одан кейін стипендия, ол бәріміз студент болдық қой, оқыдық, сол кезде ол өте қолдау екен. Сондықтан да сіздің жұмыстарыңызға сәттілік, керемет бастама. Мұратбек мырза, сөздің орайы сізге келіп тұр. Шетелде болдыңыз, араб мемлекетінде, Мысырда, Аляскарда оқыдыңыз. Қандай қиыншылықтармен, қуаныш, былай айтқанда жүрегіңізде қанағат келеді? Шетелге шыққанда жалпы шығушы болған, тілектес болған, артыңыздан ерген бауырларға не айта аласыз? Енді білім аламын деп барам деген болса, әрине ол білім алған жақсы, бірақ жаңа айтқанымыздай, айтып өткеніміздей, бұл жердегі негізгі мәселе мынау уақыт деген нәрсе ғой. Енді бәріне қымбат болған дүние. Бір кезде барып, ағаларымыз 10 жыл аз дегенде 15 жыл оқып жүрген болса, қазір енді 10 жыл жүретін мүмкіншілік енді екінің бірінде бар деп ойламаймын. Және ол мүмкін артық та болар ма еді. Сондықтан қазір енді негізі барам деген ой болатын болса, ол жерге барған адамға ең бірінші жаңағы
араб тілін меңгеріп фундаментпен барғаны дұрыс болады. Ең жоқ дегенде өзіміздің және медреселерді бітірсе, тіпті жарайды, енді ол тек қана медресеге қарап қалған дүние емес дейтін болсақ, мысалы жаңағындай енді бұл дін саласын оқып меңгерген адам қай салада болмасын қажет қой. Сондықтан мысалы өзінің жоғары оқуын бітірген адам болатын болса да, ары қарай барам дейтін болса, шетте өзінше араб тілін меңгеріп үйренген адам болатын болса, оған да баруға болады. Онда бірақ дегенмен де жаңағы жерде айтып кететін, осы жаңа өзі айтып отырған болған себеп болып отырған жаңағы жастардың былай кетіп қалуы. Әрине ондай жерге егер мүмкін шығып қалатын болса, қандай да бір енді аяқ астынан Алланың жәрдемі болып кетіп қалатын болса деп айтайық, барған кезде жаңағындай мен жеттім бе жоқ па, ойбай Құдай ау, мен расымен өңім бе түсім бе дегендей қуаныштан бас айланып, жаңағындай не оқимын, қайда кім бар, қандай шейх деген сияқты анда жүгіріп мында жүгіріп, қазақта енді бір жақсы сөз бар ғой, соқыр тауыққа бәрі биде дейді. Енді ол білмегеннен кейін ойбай анада шейх жылайды, мына жерде бір шейх бар, ол да жылатады екен, ал да жылатады екен деген сияқты нәрсемен еліктеп кету несі өте көпті. Сондықтан ондай нәрсе болмау үшін ол білу керек, бағдар деген нәрсені, қайсы дұрыс қайсы бұрыс деген нәрсе, қажеті бар қажеті жоқ деген нәрсені мынау үлкен ғалымдарымыздың бірі Бурханиддин Зарнужи деген адам Талим деген кітабы бар. Шағын ғана кітап, бірақ өте керемет, осы ілім алушыға арналған, білім аламын деген бірдеңеге жетем деген адамға оқу керек болған. Айналдырған 100 шақты ғана беттен тұратын. Аударылды ғой. Аударылған өте керемет кітап. Сонда айтады, соның өзінде де айтады да, білім алатын болсаң сен барып бірден болды мына ұстаздан аламын деме дейді. Ең алдымен барып бір ай 2 ай тыңдап ол ұстаз дейді. Ол ұстаз саған келе ме, оның айту мысалы әдісі, тәсілі, енді оның бәрі негізі ілім алушы адам үшін маңызды ғой. Не үшін дейді? Себебі ертең ол ұстазынан сен өзің кемшілік көрмеуің үшін дейді. Тек қана өзіңе шығатындай деген сияқты нәрсе. Ал бізге қатысты мәселеде бұл жерде ол адамның жаңағыда алатын болатын болса, ал сетен болса ол адамның қандай нәрседен, қандай фиқтан, мысалы бір адам жылатып бір мешітте, мысалы Әл-Асқар мешітіне сабақ беріп отыр дейік, мысалы алдында 1000 адам отыр. Бір адам бір шейх сабақ беріп отыр, алдында 25 адам отыр. Мынау не деген деп жаңағы мысалы бәленбай жүз отырған адамның жанына барып, аналар жылап отыр, анау тыңдап отыр деген сияқты. Сөйтсе ол басқа үйретіп отқан біреу болатын болса, мысалы оның қандай несі бар деген сияқты деп айтасыз. Ол әркім өздікін алу керек. Шығушы адамның талабаның қалтасында миллиондаған ақша болу шарт па? Ақшамен шығу керек па? Мынандай нәрсе, бұл жерде де маңызды. Әрине, енді мынау жаңағындай дінге енді келген, жаңағындай жалындап жанып тұрған, Аллаға тәуекел етпеген, тәуекел еткенді Алла жақсы көреді емес пе? Ер азығы мен бөрі азығы жолда емес пе деген сияқты қылып басып кететіндер болады. Енді ол әрине тәуекел ғой. Бірақ бұл жерде тағы да бір ескеретін мәселе, енді ол жақта болғаннан кейін енді сөздің ақиқаты керек, тұратын жерің бар, жейтін тамағың бар, басқаң бар, жүріс-тұрысың бар, киімің бар, элементарный үйленген семья болса вообще. Егер үйленген болсаң ол тіпті үлкен мәселе. Енді ол нәрселерге не керек? Әрине қаражат керек. Егер елде жаңағы өзіңіз айтқандай бір жағдайы болған болмаса, ол адамға ертең жаңағындай мешіттерден, басқа жақтардан анда мына көмек-көжеден жаңағындай ақша жинауға тура келеді. Демек деген сөз ол адамның тіленші болып кетеді. Тілеуші болып кетеді. Ол адамның басым көпшілігі білім алу емес, бәлки мешіттерді аралап, жаңағы ана кісіге жол керек, мынаған жол керек деген сияқты нәрсемен кетіп қалуы мүмкін. Сондықтан ол адам ол жерден уақытын жоғалтып алуы мүмкін. Сондықтан әрине ол қаражат мәселесі де маңызды. Барғаннан кейін ештеңеге алаңдамайтын дәрежеде сабағыңа барып келіп, жаңағыдай Құранын жаттап, ештеңеге алаң болмай көңілің тыныш болу үшін ол нәрседе ол Бұны неге айтып отырмын? Өйткені осы бағыттарда зерттеу жасағанда мен Турция мемлекетінде болдым, Қазанда болдым, Татарстан, сосын Саудияда болдық. Бір зерттеу жасағанбыз. Өкінішке орай бұл тактиканы, бұл әдіснаманы осы деструктивті бағыттар өте қатты қолданады. Және біздің кейбір балаларымыздың да кеткен жаңағы материалдық қамтылудың аз болуынан, қалтаның жұқа тесік болуынан, солардың барып қол астына кіріп, тегін пәтер, тегін тамақ, стипендия алып тұру жағдайлары орын алатын болса, кімнен алсаң оған берісті боласың дейді ғой, қарыз боласың. Оның өзі өтемін сұрайды сенен. Ол идеологияның кітабын оқу керек боласың. Оның жаңағы кешкі шайларына барып ішу керек боласың, аптасына бір рет. Ол фактілі түрде жаңа ой мырза. Ақиқатында жасыратын нәрсе. Сондықтан да
бізде сол нәрсеге аса қатты мән беру керек секілді. Мына мамандар шығатын балалар болса, жас балалар. Енді құрметті қонақтар, бүгін енді біз аз уақыттың ішінде көп мәселені талқылағандай болдық. Әрине бірақ толық аша алмадық кейбір мәселелерді, өйткені бұл өте нәзік сала, теология, дін саласы өте нәзік қой, идеологиялық тұрғыдан қарағаннан кейін. Сондықтан бұл енді біз алғыс шартын кіріспе ретінде айтып өттік деп ойлаймыз. Алтын уақыттарыңызды бөліп келгендеріңізге сіздерге көп алғыс ұйымдастырушылар атынан. Құрметті көрермендер, келесі подкастымызды біздің асыға күтіңіздер. Әрдайым біз сіздермен бірге боламыз. Кездескенше сау болыңыздар.